Қазіргі таңда қоғамда лудомания дерті пиздец өшіп барады. Себебі күні бүгін елімізде миллионнан астам ставка тігетін адам болса, соның ішінде 100 мыңға жуық мазбаевтар күнделікті ставка тігеді. Аталған статистикаға хуйт еткен біздің редакция кездейсоқ кісілердің ойын біліп қайтты. Ондай пиздец тікпеймін енді. Күніне со 500 теңге, 1000 теңге еске түсіп кеткен кездерде тігем. Ол еске түсірмейін десең, зайбал. Көшеде кетсең, көшеде де соның рекламасы, официальный новостной сайттарда да соның рекламасы, даже бір Қазақстанға бір балет етейінші деп футбол қарап отырсаң да, телевизорден соның рекламасы ғой бірыңғай. Қалай тікпейсің сосын? Жалпы хуйт етем да өзіне сондай өтірік отмазка ойлап табатындарға ше. Ол қарсымын ондай рекламаның, конечно, болған дұрыс емес қой, бірақ бірінші очередте адам өз-өзін ұстай білу керек қой. Сонда кемшілікті, минусты өздерінен іздемейтін адамдар бізде зайбалда былайынша. Белсенділер бұл проблема жайында айтып әбден зайбал шыққан. Арасында қызыққа деп ұсақ ақша тігетіндерден бөлек үйі мен малы мүлкін сатып, басымен косякқа кіріп кеткен далбойоптар көптің қасы. Осы репортажда көріп отырсаңыз, жақыныңыздың телефоннан букмекерлік қосымшалардың бар жоғымен Каспийдағы шығыстар тізімін қарауға кеңес береміз. Татьяна Ардинарова, Ислам Экспрессов, ПТК арнасы.